Ассалаумұғалейкім достар. Биржаға қатысты Қазақша трейдинг атты видео топтамамның кезекті жетінші бөліміне қош келдіңіздер. Жалпы қалдарыңыз қалай? Саудаларыңыз қалай жүріп жатыр? Демо-шоттан реалға өткендер бар ма? Бүгінгі роликте деңгейлердің тақырыбын жалғастырсам ба деп отырмын. Себебі алдыңғы видеоларымды қараған болсаңыздар, менің сауда жасау тәсілім тек маңызды деген деңгейлерден ғана екенін білесіздер. Ал маңызды деңгейлерде қандай да бір оқиға орын алған деңгейлерді айтады. Мысалы, сатып алушы мен сатушы арасындағы позиция үшін күресі, немесе лимиттік ірі ойыншының пайда болуы, жалған сынамалар және тағы басқалары. Егер де маңызды деңгейлердің пайда болу жолдарын айтып түсіндіруге болатын болса, бүгінгі роликте графиктерде жиі пайда болатын, жиі кездесетін бір түсініксіз деңгейлер, шашыраңқы деңгейлер туралы айтқым келіп отыр. Ал кеттік ендеше. Нарықтағы жағдайға анализ жасау кезінде графиктен бұрын болған тарихи деңгейлерде бағаның түсініксіз шашыраңқы қозғалысын жиі байқауға болады. Бұны нақты деңгей деп те айта алмайсың. Каналға ұқсас, диапазон арақашықтығы алшақ әрі максимумдар мен минимумдары бір деңгейге соқпайды, әр түрлі шашыраңқы болып келеді. Дегенмен, сол жерде позицияны бір-біріне беріп қоймас үшін таласып жатқан ойыншылардың бары анық. Баға біресе астыға, біресе үстіге барып, бағаның құбылмалдылығы жоғары болып келеді. Мұндай жағдайларда ешқандай асығыс әрекеттер жасап қоймай, біраз күту керек. Себебі бағаның ары қарай қайда баратыны түсініксіз, және позицияға кіретін болсаңыз, бағаның жоғары құбылмалдылығынан қойылған стоп ордеріңізді қайта-қайта іліп, бір емес, екі емес, бірнеше мәмілелеріңіз сәтсіз жабылуы мүмкін. Сондықтан мұндай деңгейлерді ескеріп, өз сауда алгоритміңізге немесе сауда сценарийіңізге саудалауға болмайды деп түртіп жазып қойсаңыздар болады. Позицияға мүлдем кірмей қойғандарыңыз дұрыс. Осыған ұқсас тағы бір кемінде 3-4 бардан тұратын бірнеше барлардың жиынтығымен таныстырғым келіп отыр. Олардың денелері қысқа, көлеңкелері ұзын болып келеді. Мұндай жағдайларда бағаның ары қарай шамамен барар бағытына болжам жасауға болады. Қай жақтан келсек, баға сол жаққа қайта кері кетеді. Бұл жерде ұзын көлеңкелер арқылы екі жақта да ұсақ ойыншылардың стоптары жиналуда. Бірақ біз білеміз, баға қай жақтан келсе, сол жаққа қайта кері кететінін. Сондықтан келген жаққа қарап тұрған көлеңкелерге мән бермейміз. Ал қарсы бағыттағы ұзын көлеңкелерден мәмілеге кіру нүктесін іздейміз. Бұны да паттерн ретінде қағазға сызып алып, сценарийіңізге қосып алсаңыздар болады. Мәмілеге кіру нүктесін алу үшін бұндай барлардан кемінде 2-3 болу керек. 4-ші бар пайда болған соң, бағаның қай жақтан келгеніне байланысты. Алдыңғы бардың максимумына не минимумына жақындаған кезде қысқа стоп қою арқылы позиция ашуға болады. Бүгінге достар осы. Берілген ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын. Видео ұнап жатса лайк басып, каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса төменде жазсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беремін. Қош сау болыңыздар.